Төлеген Айбергенов енді оның бір көрегендік қасиеті де болған деп айтуға болады. Себебі ол өзі өмірлік жолдасы Үрнисамен оңаша көңілденіп отырғанда, Үрниса маған бір ұл туып берсең, оны одан алып Дәурен деген баласы болған, соған бір серік болса ұлым, сөйтіп мен бір ағымнан жарылып той жасасам деп армандаған екен. Ол әзір Төлегеннің сол бір тойым бар өлеңі сол кезде жазылған, сол арманнан туылған. Сөйтіп бір ағымнан жарылып ел халықтың бәрін жинап той берсем деп сол балаға шашсам деген екен. Сол кезде Үрнисаның аяғы ауыр болған. Міне сол бұл 67 жылғы болған уақиға. Сол кезде Төлегеннің осы бір тойым бар өлеңі дүниеге келген. Бір тойым болатыны сөзсіз менің, дәл қай күн екенін айта алмаймын, бірақ ешкімде де билетпей қайтармаймын. Онда ортаға тасталар ұран сондай, қайта алмайды қартыңда бір ән салмай, 25-тің бәрінде сабылдыртам, кемпірлерге қыз күнін сағындыртам. Енді бұл өлеңнің ұзын, бұл өлеңнің сол ішінде мен бұл тойдан тілеймін жылап тұрып, қазанында бір асым ет қалмауын дейді. Мен сөйтіп бар шаңнан бір сілкінемін, мен сөйтіп рахаттанып бір күлемін. Кім білсін, талай күнгі арманым еді мәңгілік тарқамауы да мүмкін оның дейді. Міне өзі айтқандай, бұл той бүгінгі күнге дейін тарқамай, Төлегеннің тойы әрі жалғасып келе жатыр. Міне Төлеген кез келген біздің қазақтың тойлары сол Төлегеннің бір тойым бар өлеңімен тұсауы кесіліп, бүгінгі асабаларымыз, тамадаларымыз сол Төлегеннің өлеңімен бастайды. Енді Төлеген Қарақалпақстаннан Сарыағашқа ең бірінші қоныс аударады. Сол Сарыағаш ауданына. Сол кезде Төлеген өзі өте өлеңді, өнерді өте бір сүйген адамда, сондай жақсы көрген және сондай өлеңге, өнерге жақын адамдарды ағынан жарылып күткен, қонақ қылған. Сол енді бір елден бір елге көшіп барғаннан кейін үй алуда бірден аяққа тұрып кету оңай емес қой. Сөйтіп көшіп барғаннан кейін жаңа бір 2 бөлме квартираға жайғасып жатқанда Алматыдан ұлы композитор Ғарипулла Құрманғалиев келеді деген естіген де Төлеген. Сөйтіп әкімшілікке барып, мен Ғарипулла Құрманғалиев келеді деген естіп едім, үйіме қонақ қылайын деп едім десе, ей сен кеше көшіп келдің, Қарақалпақстаннан келдің, өзің қаңғырып жүрсің, қай жеріне қонақ қылайын деп едің деген екен. Сонда Төлеген жаңағы аяқ астынан өлең шығаратында қасиеті болған, бірақ айтысқа шықпаған, бірақ солай болса да аяқ астынан сол суырып салмалығы да болған. Сол жерде тұрып серт деген өлең шығарып кеткен 2 шумақ. Бұл өлеңді мен өзім өте жақсы көремін. Сонда былай деп кеткен: азамат болсаң сөзіңді салма бұлтанға, шабаламмен де бір жігіт шапқан тұлпарға, тарталаммен де бір мерекенің көкпарын, бераламмен де қонағасына бір таңға, керіліп еркін келетін болсаң кермеден, оқалап бір тай мінгізеді алам зерменен, тап бүгін осы шаңырағым қирап кетсе де әйтеуір тұрам бір жігіт тұрған жерге мен деп есік тарс етіп жауып кеткен. Сонда жаңа әкімшіліктегілер таң қалып, ой мынау бір алапат қой деп Ғарипулла Құрманғалиевті Төлегеннің үйіне апарған деседі.